Саламатсыздар ма, құрметті менің оқырмандарым? Кешегі түсірген оюымызды бүгін енді барлығын қырқып болып қалдым. Бұны әрине әрқайсысын жеке-жеке қолмен қырқатын боламыз. Егер де мынандай матаға сызып алған оюыңыз ірі болса, онда оңай болады. Ал мынау сияқты өлшемі кішкентай болса, қиындау болады. Бәрібір қолмен істеген жұмыстың аты қолмен ғой. Енді лазер сияқты әдемі болмаса да, соған жобасына келтіреміз. Барлығын осы оюдың бәрін қолмен қырқып шығамыз. Менде кеше 16-дан 12 дана ою шықты. Енді сол 12 дана оюды мінекей бір-бірлеп қырқып отырмын. Бүгін соны қырықтым. Қолым босаған уақытта. Сонымен ең соңғысын қазір ойып қырқып отырмын. Үлкен қайшы болмайды, сәл кішірек қайшы аламыз қолымызға. Мен негізі үлкен қайшыдан біреу, мынандай ою қырқатын қайшыдан біреу, және жіп қырқатын шепшіктен біреу алып алғанмын. Мына ою қырқатын қайшым осы. Соны сіздерге бір көрсетіп жіберейін. Енді былайша айтқанда, бұл үйренем деген адамға, кішкене ниеті бар адамға бұл өте оңай. Былайша айтқанда, мен сіздерге барлығын қолмен қойғандай жаймен түсіндіріп айтып отырмын. Сол үшін үйреніп алғыларыңыз келсе үйреніп алыңыздар. Және өз ойларыңызды жаза кетіңіздер комментарийға. Енді мынандай размері кішкентай, өлшемі кішкентай болса да, осындай оюға 35-40 минут кетіп қалады. Ал енді мен сіздердің ондай уақыттарыңызды алмайын. Шамалы жылдамдау жүргіземін. Қалай жапсырып, қалай қырқуын бір көрсетейін дедім. Өлшемі үлкендеу болса, негізінде оюларыңыз ол қырқы оңай болады. Ал өлшемі кішкентай болғаннан кейін ұзақ уақыт кетеді, және мінекей шамалы жылдамдатып жүргізейін.
Қазір біреудің уақыты бар, біреудің уақыты жоқ. Сол үшін жылдам қырқып көрсетейін. Ал егерде асықпай қырқатын болсақ, айтып отырмын ғой, бір оюға 35-40 минут кетіп қалады. Сол үшін жылдамдау жүргізейін, уақыттарыңыздамай. Негізінде бұл қырыққаннан гөрі мынау оюды тіккен оңай. Машинкаға салып, өзінің орнымен жаймен жүргізіп отырса, тіккен оңайына қырыққаннан гөрі. Бірақ енді барлығы қолмен болғаннан кейін сабырлық керек, шыдамдылық керек және ұқыптылық керек. Аяқ жағына кеп қалдым. Қазір енді сәл чай етіп көрсетейін, аяқ жағына келдім. Ерінбей, жалқаулыққа салынбай, сабырлықпен осылай ойып шығуымыз керек. Мінекей ойып болдым. Осындай ішінен біреу, сыртынан біреу екі ою шығады. Ойларыңызды жаза кетіңіздер. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Құрметті менің оқырмандарым. Ертең тіккенінде көрсететін боламын осыны.